Егер қонақ шақыратын болсаңыз, дүкеннің лепешкасына жүгірмей, осы нанды менімен бірге үй жағдайында жасап көріңіздер. Ең алдымен 100 грамм сары майдың үстіне жылы суды құйып ерітіп, құрамына қосылатын құрғақ сүт, тұз, дрож, ұнымызды қосып, жақсылап араластырып, соңынан пісте май, сұйық майды қосып, июін қандырып, бетін жауып 2 сағатқа орап қоямыз. Ашыған қамырымызды зуала қылып, бөліктерге бөліп, тағы да 20 минутқа қалдыратын боламыз. 20 минут тұрғызған қамырымыз осылай көтеріліп дайын болды. Нанның бетін өз қалауларыңыз бойынша жасап алсаңыздар болады. Видеода көріп тұрғандарыңыздай мен өзіме ұнаған нанның түрін осылай жасап алдым. Нанның ортасын шеккішпен ұрғылап алып, алдын ала дайындап қойған бір жұмыртқа мен сухой молоконы араластырып, көтеріліп дайын тұрған нанның бетіне жағып шығатын боламыз. Бетіне қалауымызша кунжутпен макты сеуіп, тағы да 20 минутқа көтерілуге қоямыз. Ал көтеріліп дайын болған нанымызды пісіру процесіне келетін болсақ, Медея фирмасының духовкасына салып 180 градуста 15 минуттың ішінде осылай 4 нанды бірге пісіріп алатын боламыз. Ал келесі нан чугунный тапада пісіп шықты. Бұның астын газдың үстінде пісіріп алғанбыз, ал үстін 15 минутта 180 градуста осы печкада пісіріп алдым. Көріп тұрғандарыңыздай нанды пісіру процесінде жарты сағат қана уақыт кетті. Жарты сағаттың ішінде дәл осылай 6 тапа нан жауып алдым. Міне қыздар, менің нан жабудағы рецепттерім ұнап жатса, маған тіркеліп қойып, жоғалтып алмас үшін сақтап алуды ұмытпа.